Бізде енді бірге кітап оқиық жобасы көбіне кітаптарды талқылаймыз. Осы адамдардың ең сүйікті кітаптарын қызығатын. Енді өзіңіздің алдында бір видеоңызды көріп қалдым. Сіздің сөмкеңізде 5-6 кітап жатады екен. Иә. Ол сондай күн болған еді. Сондай күн болды ма? Жалпы қанша кітап жатады сіздің сөмкеңізде? Қазір ешқандай кітап жоқ, өйткені әдетте енді үйтіп арқалап жүрмеймін барлығын. Көбіне компьютер жатады, жұмыс істеуге керек. Ол күні мен кітапханаға барған едім. Онсыз да Назарбаев университетінің, сол университеттің кітапханасына соғып, онсыз да кітаптарды енді жаздың күні онша жиі бармаймын ғой универге. Сондықтан алып барлығын үйге апарып тастайтын күнім етті. Байқауымша, түрік тілінде, ағылшын тіліндегі кітаптарды оқисыз, иә? Ал аудармаларды оқисыз ба сіз? Қазақ тіліне аударылған кітаптарды. Оған көзқарасыңыз қандай сіздің? Енді меніңше аударылған кітаптар жалпы әлем әдебиетінің барлығы қазақ оқырманына мүмкінінше көп бөлігі қазақ оқырманына қашанда қолжетімді болса екен деп тілеймін іштей. Өйткені оның барлығы бүкіл адамзатқа ортақ мұра ғой. Біздің де әдебиетіміз сәйкесінше адамзатқа ортақ мұра. Оның барлығы әлемнің барлық тіліне аударыла бергенін қалар едім өзім. Бірақ енді әрине аударма контентке жабысып қалудың да керегі жоқ. Мен өзім қайткен күнде қазақша, түпнұсқа тілде жазылған контентті жақсы көретін сияқтымын өзім. Мысалы, ағылшын тілінде жазылған кітап болса, мен оны ағылшын тілінде оқығым келер еді. Орысша жазылған кітап болса, орысша оқығым келер еді. Түркше жазылған кітапты түркше оқып жүрмін қазір. Өзімнің түркшем сондай бір жақсы емес, бірақ оқығанда былай болады. Reading жақсы. Аудармасын мысалы оқып жатқан кезде стилистикалық бір қателерді байқайсыз ба? Ол сізге қалай әсер етеді? Кітаптың идеясын түсінуге кедергі етпей ме? Енді әртүрлі болады. Ол аударманың сапасына қарай, аударманы өте жақсы. Сол менің ойымша сол Steppenwolf компаниясы. Енді шынымен олар сапаға, аударма сапасына, үтір нүктесіне шейін өте егжейлі қарайтын сондай бір компания. Негізінде менің ойымша қазақша контентке керісінше әлемдік көзқарас кейде жетпейтіндей болып көрінеді. Яғни біз қазақша тек ою-өрнек, киіз үй жаңағы салт-дәстүрді емес, біз қазақша барлық нәрсені талқылай бастауымыз керек шығар. Сол қазақ тілінің келесі үлкен қадамы болу керек шығар. Яғни физика, астрономия барлығы. Сіз енді ғылымды трендке айналдырып жатырсыз. Осы контентті кімдер жасайды? Біздің негізгі командамыз, яғни Қазақ Бабл ұжымының ішінде 3 адам бар. Олар яғни кәдімгі идеялық авторлары деуге келетін шығар. Яғни осы үшеуміз, мен, Аружан және Гүлнұр үшеуміз үлкенірек командаларымыз құрылып жатады әртүрлі жобаға. Мысалы, мына видеоға біз жаңа команда жинаймыз, түсіреміз, YouTube-ке шығарамыз мысалы. Сіздердің енді мақсаттарыңыз негізі жеңіл тілде ғылымды түсіндіру ғой. Иә. Сіздің ойларыңыз жетіп жатыр ма ары қарай? Шынымды айтсам, менің ойымша, оның да бір өз қиындығы бар екен. Мен оны жылдар өте түсіндім. Яғни, мен шынымен көп блогердің алдында басымды иемін деп айта аламын. Өйткені ол да бір өнер. Ол да бір шынымен негізі өнер. Әрине, бір балансты сақтай отырып, бір ерсіленіп кетпей, тұрпайыланып кетпей, адамның назарын ала алу, яғни бірінші сөйлемнен ақ, алғашқы 3 секундтан ақ, ол шынымен бір өнер екен. Оны меңгеру керек екен шынымен. Адамдарға енді біраз ұнайды, менің ойымша біздің тұрақты аудиториямыз бар, өсіп келе жатқан аудиториямыз бар. Кейде тез өседі, кейде бірте өседі дегендей. Бірақ енді одан да әрі нелер бар әлі, менің ойымша. Алда жетер жетістік көп деп ойлаймын, бұйырса, амандығын берсе. Қанша жыл болды өмір сүріп келе жатқанына? Жобаға биыл 5 жыл толды. 5 жыл толды, иә? Біз жылдар бойы көбіне әткеншек жазбалар жазатын едік, яғни тек мәтін, Reels форматына біз былтыр ғана келдік. Неге екенін білмеймін, көптен бері оған келе алмай жүрген едік. Бірақ әткеншектерге қарағанда Reels жақсырақ өтеді сіздерде, иә? Reels әлде қайда жақсы өтеді бүгінгі заманда. Өйткені адамдарға енді жаңағы не керек? Сөйлеп тұрған адам керек, жылжып тұрған, бір қозғалып тұрған заттар керек көргенге. Сіз өзіңіз монтажға араласасыз ба? Өзім монтажды жасаймын, жаңағы Reels'дердің монтажын толықтай өзім жасаймын. Дизайнер, монтажер өзіңіз? Дизайнды да өзім жасаймын. Өзіме олмайды. Оны мен бір не деп көрмеймін. Азат деп көрмеймін, керісінше ләззат аламын таза. Қалай ойлайсыз, енді сіз лингвистсіз ғой, қазақ тілін үйрену үшін сондай бір оқулықтар бар ма? Мысалы, ешқандай курстарға қатыспай-ақ, біреуден сабақ алмай-ақ, бір оқулықтарды алып, сонымен дайындалуға мүмкіндік бар ма, сондай бір жақсы оқулықтар? Енді күннен күнге мен бұл сұраққа келгенде сәл қиналып қаламын, бізден талай адам оны сұрап жатады, бірақ шынымды айтсам, енді өзіміздің ондай тәжірибеміз жоқ болғандықтан, өзіміз жай ғана қазақша сөйлейтін, онсыз да қазақ болып дүниеге келгендіктен, солай өскендіктен, оған зәрулік те болған жоқ, мұқтаждық та болған жоқ.
әртүрлі, менің ойымша әр адамға әртүрлі. Ғылым жалпы маған қатты ұнайды, өзіме шынымен ғылым жолын докторантураға мен саналы түрде түстім оқуға. Ары қарай зерттей бергім келеді. Өзімнің қазір зерттеуім ол кодекс куманикуске қатысты, яғни қазақ тілінің тарихындағы өте елеулі маңызды еңбектердің бірі, Алтын Орданың тарихындағы маңызды бір материалдардың бірі, ескерткіштердің бірі. Соны зерттеумен айналысып келем. Және ары қарай сол түркітану, қыпшақтану бағытында зерттеулер жасайтын ғалым болып келеді. Енді өзім педагогикаға онша жоқпын. Профессор болсам, мысалы, қаншалықты жақсы профессор болатынымды білмеймін, бірақ зерттеушілік жалпы жаман емес сияқты әзірге. Алып жүрген бағаларыма қарағанда. Қазақ тілінде ешқандай мін жоқ. Қазақ тілінде сөйлеп жүрген, немесе сөйлемей жүрген бізде мін бар шығар. Сол менің ойымша солай. Яғни жаңа қазақ тілі дамымай келеді, алай келеді, былай келеді дегенде біз соны ескеруіміз керек шығар. Ол менің ойымша қазақ тілінің ешқандай проблемасы жоқ, ол біздің проблемамыз бар, адамдардың проблемасы. Енді бір жағынан бүгін шынымен бұрын соңды болмаған қазақ тілі мен орыс тілінің арасында контакт жүріп жатыр. Ол Кеңес одағы тұсында мысалы ондай деңгейде жүрмеген еді, екі тілдің араласуы. Яғни Кеңес одағы құлағалы бері халық өте көп араласа бастады. Бұрын ауылдарда қазақтар тұрып, қалаларда орыстар, немістер тұратын болса, қазір 90-шы жылдардан бері қалалардың барлығына қазақтар көптеп көшіп келе бастады. Қазір ондай бөлініс жоқ, мүлде этностық. Содан мысалы қазақ тілі толыққанды қала тіліне айналып келеді деуге болады. Сол себепті де жаңағы дәл қарасаңыз қалалық жерлерде, қалалық контекст, қалаға тән бір ерекше тән жерлерде сол қақтығыстар орын алып жатады. Яғни мейрамханада, мәзір төңірегінде, сервис төңірегінде, дәмхана төңірегінде, ол яғни сол қазақ тілінің орнығып жатқаны деуге болатын шығар. Яғни адамның өмірі толықтай орысша қалыптасты, мансабы орысша қалыптасты, және адам түсініп отыр деп ойлаймын. Қазіргі заман өте тез, қарқынды түрде өзгеріп келе жатқанын, және келешекте қазақ тілінсіз бұлай емін-еркін адамдар жүре алмайтынын, қазақ тілі қайткен күнде керек болатынын, және оны қайткен күнде енді оған дайын болу қиын шығар адам баласы үшін. Шынымен соған келу үшін ол мысалы адам мен қорқам содан, мен соған дайын емеспін деп ашық айта алмайды. Оның орнына осы жаңағы сөйлешники, андай мындай деген бір сондай бір пассив-агрессив жаңағы ши жүгіртіп солай білдіріп отырады деп ойлаймын, ішіндегі бір қорқынышын, мазасыздығын. Бірақ менің ойымша бұның барлығы қайткен күнде қалыпты дүние. Мен бұның барлығын бір ерекше ойбай жаңағы қазақ бөліне береді, қазақ ұрса береді, дауласа береді деген сияқты нәрселерді қолдамаймын. Менің ойымша ол қалыпты дүние. Біз оған сол жаңағы не деуші еді, отарсыздану болсын, немесе азат сана дейміз бе, не дейміз, жалпы ұлттық намыс деген ұғымдарға менің ойымша біз солай бірте келуіміз керек, және онсыз да ол солай келетін дүние сияқты. Және ол жол жеңіл болуға міндетті емес шығар. Ол яғни бұлай болуы мүмкін емес еді. Онсыз да менің ойымша ол қайткен күнде болезненный дейді ғой орысша, яғни оның өзінің бір жаңағы нелері болады. Ойқы-шойқы жерлері болады. Соның барлығынан біз осылай диалог арқылы, бір-бірімізге түсіндіру арқылы, шекісіп қалу арқылы кейде келетін шығармыз.